Қой шағында сүт жүйуші қызметін жеңіл дейіп көз алына кетірәбіз. Шәқси хұжалықтардан сүтіні жейіп аласың да қабыл үйді пунктына илтіп тапшырасың. Ғалимулла Бикташ білен оралашқаш, бұл қызметнің өте де жауаплы екені инанасың. Ертеңге 3-ші яртыда Бикташевлар ғайлесі ояқ істінде. Халы күтіні қуған арада Ғалимулла аға сүтіні шәқси хұжалықтардан жиырға да үлгірі. Күн қызуына қадар оны илтіп тапшырға керек. Yoğuysa sütünün eşiği var. Süt jiyüşü için birinci şirata sıfat meselesi mühim. Обязательно sıfat gerek, sıfatsızını almıyorlar. Anın anlasın beyesi de sapşın bitense bir tenke уже çıktı. Sıfatın aşağı bulduyken bir tenke çıktı. Mene anı nişik tülege. O jigan kişi ne böyle? Бикташевлар шәхси хуҗалыкларга бирелә торган ташламалы кредиттан да файдаланганнар. Элек сөтне от белән җыя торган булсалар, хәзер кредитка алган газелдә. Жылдан жыл жауаплылық арта, қазір әлекке жирніс керек ме? Халық аны аңлап бітірме, әлекке жирнісқа ақша берейді бізде. Қар жир бапшы керек ме? Қар белок керек. Белок, плотность, міне барса да, алар продукция жасайды қазір. Ғалимулла ағаның шәхси секторлардан сүтні жия башлауына да іш дистеге яқын. Әлбәттә инде бұл ішті тұрмыш иптәші Энҗе Минәхмәт қызы да шитте қалмай. Сүттен бушаған флягаларына жеріне жеткеріп юып, кешке соғымға әзірлеп қоя ул. Сүт жиюші халық алдында даими хисап тотарға да тиеш бит әле. Әлеге ішні ғайләдә Энҗе ханым башқара. 15 күнгә бер акчасын бирәбез, 2 атнага бер. Бәясендә, әтәм бәясендә без инде хуҗалар белән бик әлетләшәбез инде, бәясен төшермәгән попросить итәбез инде. Шулай итеп халык белән бик тату яхшы эшләргә тырышабыз. Болай Аллага шөкер, яхшы эшлибез. Бу айларда күбәйде, 1260лар, 1210лар булгалы, шулай төрлечә бирәләр. Халык беренче көнне зайырта, туганы кайта, тумачасы кайта, шулай бирәләр. Бикташевлар тырыш уңган гаилә. Ер тутырып кышкырт асырый, күп итеп мал туартата. Энҗе ханым авылда почта бүлегендә дә эшли. Төп йортта улы, килене белән бергәләп бер түбә астында гомер кичерә алар. 2 баш сыер, 2 баш менә берсен суйып саттык, 3 баш үгезе, икесе калды менә, 2 кичкенә бозавыбыз бар. Кос үрдәк, әле кичәгенә менә кичкенә инде от клашыкты. Сибештәр уже суйып башарлык, казларыбыз да уже өлгерде. Семьяны шулай барабыз инде. Эшнең тагын бер мөһим ягын даими күз уңында тота Бикташевлар. Ул да булса сөт тапшыручының ышанычын аклау, төгәллек, тырышлык, җаваплылык. Әнә шундый сыйфатларга ия алар сөт җыючы Бикташевлар.